Биылғы 6 айдың қорытындысы бойынша Жамбыл облысының экономикалық көрсеткіші 14,2%-ға өскен. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда және көлік салаларында оң динамика сақталған. Инвестиция көлемі де айтарлықтай артып, тұрғын үй құрылысы қарқын алған. Дегенмен бірқатар аудандарда өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы, инвестиция және құрылыс көрсеткіштерінің төмендеуі тіркелген. Осыған байланысты аймақ басшысы жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар жүктеді. Жиында өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері сараланды. Жауапты басқарма басшысының айтуынша, өңдеу өнеркәсібінде 400 миллиардтан астам теңгенің өнімі өндіріліп, өсім қарқыны 125,7%-ды құраған. Ал инвестиция көлемі бойынша Жамбыл облысы республикада 2-ші орында. Оның ішінде жеке инвестиция көлемі 479,8 миллиард теңге құрап, инвестициялардың жалпы көлемінде жеке инвестициялардың үлесі 94,9%-ден асты. Өңірлер арасында инвестиция нақты көлем индексінің Байзақ және Талас аудандарында төмендегені байқалады. Дегенмен экономиканың негізгі салаларында жалпы оң өсім сақталғанымен бірқатар аудандарда көрсеткіш төмендеген. Атап айтқанда Меркі, Сарысу және Қордай аудандарында өңдеу өнеркәсібінің көлемі азайған. Қордай ауданында ауыл шаруашылығы өндірісі төмендесе, Байзақ пен Таласта инвестиция көлемі кеміген. Сондай-ақ Меркі, Қордай және Байзақ аудандарында құрылыс жұмыстарының қарқыны баяулаған. Аймақ басшысы көрсеткіші төмен аудандардың жұмысын сынға алып, кемшіліктерді қысқа мерзімде жоюды тапсырды. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.